Шымкентте сапасы жұмыс істеген 5 құрылыс компаниясы жосықсыз деп танылды. Олардың салғырттығы салдарынан 4 тұрғын үй, инженерлік желілер мен спорт мектебінің құрылысы сапасынан шикілік шыққан. Сондықтан қалалық құрылыс басқармасы мердігерлерді сотқа беріп, лицензиясынан айырды. Енді жұмысты басқа мекемелер жалғастырады. Сондай-ақ тағы 15-ке жуық құрылыс компаниясы айыппұл арқалапты. Құрылыс барысында және құрылысты тапсырғаннан кейін анықталған кемшіліктерді бар, дұрыс жұмыстарын атқармағандығына біз шағымданып, бір-екі рет ескерту жасалынып, соған байланысты ескерту жасап, қазіргі кезде 5 мердігер мекемені жосықсыз деп таныдық. Ол атап айтқанда, ол инженерлік желілер, жаңағы инженерлік желідегі 2 компания, және де үй құрылысына қатысты 2 мердігер мекемені жосықсыз деп таныдық. Сонымен қатар бір спорт нысанын салған бір мекеме, 5 мекеме. 400-500 миллионға тегі баратын айыппұлдың есебінен бар. Ондай. Құрылыс басқармасының басшысы тұрғын үйлердің сейсмикалық жағдайға төзімділігі туралы да сөз қозғады. Айтуынша, жауапты мамандар құрылысы жүріп жатқан үйлердің нормаға сәйкестігін қалалық сапа басқармасымен бірігіп тексеріп отырады. Қатерлі жағдай орын алмау үшін барлық жұмыс қатаң бақылауға алынған, дейді ол. Салынып жатқан тұрғын үйлеріміз қолайлы, жалпы жақсы болу үшін қазір қалалық сапа бақылау басқармасымен бірігіп техникалық қадағалау, жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеу кезіндегі жұмыстарды өте қатаң бақылауға алып, кейін құрылыс барысында істелген жұмыстарды қатаң бақылауға алып, болашақта осы аталып өткен кемшіліктер бар деп отырсыздар ғой, соны болдырмауға қазір бәріміз атсалысып жұмыс істейміз. Соған дағдарланып дайындалып отырмыз. Осы жоспарда болашақта болдырмауға енді көп әрекет жасауға тырысып отырмыз. Жалпы өткен жылы 144,9 миллиард теңгеге 162 нысанның құрылысы жүргізілді. Оның ішінде 53 нысанның құрылысы тапсырылса, қалған 109-ы 2024 жылға өтпелі болды. Оның қатарында саябақ, қарулы күштер, мектеп, әлеуметтік және ауыл шаруашылық нысандары бар. Гүлдана Сидора, Талғат Әбдінабиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.